Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Бүгін арнайы жиналыс өткізудеміз. Жиналысымызға осы оқулықтар мәселесімен айналысып жүрген ғалымдарымыз, баспалар және де басқа да әріптестеріміз қатысып отыр. Күн тәртібінде бір сұрақ, бүгін талқылайтын оқулықтар жайлы бүгін сөз қозғайтын боламыз. Жалпы осы оқулықтардың сапасын көтеру мәселесі. Қандай жұмыс жүргізіліп жатыр, қандай жұмыс тағы да жүргізілу керек деген мәселелер бүгін әрине де біздің ата-аналардың көкейінде жүрген сұрақтың бірі. Сондықтан осы мәселелерге тоқтала кету керек. Өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысының тапсырмасының аясында оқулықтар дайындау жүйесі толығымен өзгерді. Оқулық деген сапалы білім алудың өте маңызды құрал екені айдан анық. Біз бұның алдында айтқанымыздай үлкен өзгерісті енгіздік. Бүкіл нормативті құқықтық құжаттар бекітілді, Юстиция министрлігінде тіркелді. Сондықтан қазір жаңа тәртіп орнатылды деп айтуға болады. Бұдан кейін шығатын оқулықтардың сапасы әрине де мүлдем басқа болады. Осыны білуіміз керек. Әрине де сұрақтар көп, оны біз бәріміз білеміз. Ауруын жасырған өледі дегендей, біз ештеңені жасырмауымыз керек. Проблемалық мәселелер болса, ол проблемалық мәселелерді танып, біліп, олар туралы әрине де біз жауап беріп отыруымыз керек. Мазмұнына байланысты да бар сұрақтар, бағдарламаға байланысты сұрақтар да бар, тіпті оқулықтардың форматына байланысты сұрақтар да бар. Жіберілген кейбір жерлерде қателер туралы да сұрақтар туындайды. Оның бәрін біз білеміз. Оқулыққа деген ортақ талап енгізілді. Мысалы, осы форматтың біреу үлкен, біреу кішкентай. Айтып отырмыз ғой, бізде мұғалімдердің өздері айтады. Кішкентай, мысалы, бірінші сыныптарға арналған партаның өзінде, үстелдің өзінде, үлкен оқулықтарды екі бала мына жақта жұмыс дәптерін ашып, мына жақта оқулықты ашқанда, екі бала тұрғанда сол партаның өзіне сыймай жатады. Бұлай қарағанда енді кейбірлерге бұл ойлайды, формат деген немене, ол неге керек деген сияқты, бірақ бұл форматтың өзі, оқулыққа деген талаптардың өзі, оның шрифт мәселесіне, оның безендіру мәселесіне, басқа мәселелерде де өте маңызды. Сондықтан баланың өзінің жас ерекшелігіне сай, психологиялық тұрғыдан барлық мәселені қарап, әрине де ортақ талап енгізілуде. Бұл өте маңызды. Мысалы, бұның алдында тағы да қандай проблемалар болды? Мысалы, біз оқулықтар дайындап, оқулықтың мазмұнында балаларға үй жұмысын жасағанда тұрады, бір интернеттің ссылкасын жіберіп, енді осы интернеттегі ссылканы ашта, үй жұмысын жаса дейді. Ол баланың бәрінде ондай мүмкіндік бар деп біз айта алмаймыз. Ауылдағы балалар бар, қаладағы балалар бар, әртүрлі жағдайдағы балалар бар. Сондықтан біз үй жұмысын беріп, оны міндеттеп, сол міндет бойынша тиісті интернет арқылы ғана оқи алатын және де істей алатын үй жұмыс болса, ол қалай ол үй жұмысын істейді? Сондықтан осындай кемшіліктер әрине де мүлдем болмау керек. Кейбір уақыттарда жаңағы берілген ссылканың өзі әртүрлі мазмұндағы мәселелердің өздері болмауында да қолға алып, осы мәселелердің бәрі бүгінгі күні қамтылып отыр деп айта аламыз. Жаңағы айтқандай, баланың жасына сай, мемлекеттік тіл саясатына да сай, әдістемелік тұрғыда оқулықтар дұрыс болу керек. Сондықтан осы жұмыс жүргізіп отырмыз. Электронды оқулықтар туралы да өте маңызды, ол қолжетімді болу керек. Және де ақысыз болу мәселесі де біздің бас назарда. Бұл туралы да бүгін оқулық орталығының басшысы өзінің баяндамасында тоқталып кетеді деп ойлаймын. Енді әрине де бізге біраз мәселелерге көңілімізді салып қарауымыз керек. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, осы тарих оқулығы бойынша қазір тиісті мәселе қарастырылып жатыр. Мысалы, Қазақстан тарихы бойынша бір ортақ оқулықтың болуы. Көне біздің Қазақстан тәуелсіз мемлекеттің тарихы болғандықтан, оған ортақ бағдарлама бойынша бір ортақ оқулық болу керек деген ұсыныс бар. Сол ұсынысты қазір қарастырып, тиісті жұмысты жүргізіп жатырмыз. Ол бір. Екіншіден, көркем әдебиет бойынша. Біз зияткер ұлт қалыптастырамыз десек,
балаларымыз дарынды болсын, жақсы сабағын оқысын дейтін болсақ, осы 21 ғасырдың дағдыларының иелері болсын десек, онда әрине де балалардың осы әдебиетті оқитындай мүмкіндігі болу керек. Оған біз баулуымыз керек. Бірақ қазіргі уақытта біздің нарықта осы балаларға керек әдебиет жеткілікті ма деген сұрақ пайда болады. Біріншіден. Екіншіден, біздің кітапханаларымыздың жағдайы. Мен айтып отқаным мектептегі кітапханалардың жағдайы. Ол мектептегі кітапханаларға бүгін жеткілікті көркем әдебиет кітаптары сатылып отыр ма, сатып алынып отыр ма, әлде сатып алынып отқан жоқ па? Жеткілікті ма, жеткіліксіз ба? Оның бүгін жұмыс істейтін форматы қандай деген мәселелер өте маңызды сұрақтар. Сондықтан осы көркем әдебиетті біздің мектептеріміздің жаңа кітапханаларына сатып беру мәселесі, ол жеткілікті болу мәселесі, ол ең үздік дүниежүзілік әдебиетте таңылған белгілі көркем әдебиеттің қазақ тілінде болуы және ол жеткілікті болуы, қолжетімді болуы бүгінгі күні өте маңызды. Сондықтан осы мәселелерді де біз бүгін мүмкін әріптестеріміз көтеріп айтатын шығар деп ойлаймын. Қазақ әдебиетінің осы оқулықтардың мазмұны бойынша да көп сұрақтар көтерілуде. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл өте маңызды мәселе. Осы қазақ әдебиеті оқулығының мазмұны бойынша, бағдарламасы бойынша ең алдымен сұрақтар көп. Біраз классиктер ішіне кірмей қалған деген бізге сұрақтарды көтеріп өтінішпен біраз хаттар түсіп жатыр. Сондықтан осы мәселе бойынша да біз қазір жұмыс тобын құрып, тиісті жұмысты ұйымдастыратын боламыз. Бұл да өте маңызды мәселе екені сөзсіз. Сондықтан осыда басқа мәселелер туралы бүгін сөз қозғайтын боламыз. Жалпы екі тілде өткізейік. Бәріне түсінікті болу үшін. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня на повестке один вопрос. Он очень важный. Сейчас начало нового учебного года. И мы буквально год назад с вами встречались, обсуждали данную проблему, говорили о том, что проблема имеет место быть, проблема актуальная, что учебник – это один из главных ресурсов для качественного образования. И вы помните, в прошлом году главой государства также было дано поручение о том, что необходимо изменить систему подготовки учебников и обеспечить школы качественными учебниками. Поэтому мы большую работу вместе с коллегами проделали, потому что это очень объемная работа. И вот, наконец, нами в этом году были утверждены совершенно новые правила, новый порядок подготовки учебников, учебно-методической литературы, который полностью меняет порядок. Мы можем говорить о том, что новая концепция подготовки учебников. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы была выстроена система, которая не дает возможности для того, чтобы появлялись учебники с ошибками. Понимаете, очень легко, когда государственный орган или какие-то лица начинают говорить о том, что искать, скажем так, виноватых на стороне. Министерство образования поэтому никогда этого не делает. Мы не говорим о том, что это условно вина издательств или вина авторов или экспертов или кого-то еще. Мы должны понимать, что когда речь идет о подготовке учебников, это большой процесс. Во-первых, все содержание учебников, что там есть, зависит от ГОСО, зависит от типовых учебных программ, и в зависимости от того, что написано в учебных программах, и делаются учебники, во-первых. Во-вторых, очень важен вопрос, кто готовит эти учебники. Время подготовки, достаточные сроки для подготовки этих учебников. Вопросы проведения обязательной апробации, прежде чем вводить эти учебники в оборот. Вопросы проведения экспертизы и вопрос, кто проводит эту экспертизу. Может ли хороший учитель, какой бы он ни был, значит, специалист, но насколько он такой же специалист в вопросах экспертизы учебников? Это тоже вопрос. Поэтому, когда мы выбираем учителей и говорим о том, что давайте вот в короткие сроки надо посмотреть, проверить качество этих учебников, конечно, это дальше не может оставаться без каких-либо проблемных вопросов. Это вопросы подготовки написания авторами. Авторы тоже должны, во-первых, знать на практике, что такое преподавание. Это вопросы подготовки, это закономерности. Хорошо понимать саму программу, потому что новые программы, новые парадигмы обучения. Поэтому здесь
вопросов очень много. И вопросы, конечно, и печати, издательств, всего этого процесса, поэтому здесь необходимо рассматривать весь этот процесс, полную картину видеть. Поэтому говорить о том, что там только издательство виноваты или кто-то еще, я думаю, неправильно. Здесь ответственность каждой стороны. И центр учебник, и издательство, и эксперты, и, значит, все остальные стороны, которые задействованы в этом процессе. Поэтому только тогда, когда мы видим эту общую картину, только тогда можно видеть, что необходимо менять. Поэтому наша позиция именно такая. Вопросов, конечно, очень много. Это и вопросы касаются содержания, это вопросы касаются программ, это элементарно даже вопросы, кто-то говорит, что это не так важно, это вопросы даже формата учебника. Один учебник одного формата, другой учебник другого формата, третий третьего формата. Элементарно, когда встречаешься с учителями тех же начальных классов, они жалуются, говорят, что вот, например, учебники, они очень разные по формату, условно раскрываешь учебник, и рядом ребенок ложит рабочую тетрадь на маленькой парте, и уже это неудобно, да? То есть все эти нюансы, казалось бы, это мелочи, но из таких мелочей складывается общая картина. Это речь идет и о шрифтах, речь идет и о красочности, сколько цветов должно быть, какое оформление должно быть и так далее, и так далее. То же самое вопросы даже, вот, может, тоже это я детализирую, те же самые ссылки на интернет-ресурсы. Когда, условно, авторы пишут и делают ссылки там, на домашние задания, и написано, что надо зайти на такой-то ресурс, посмотреть и потом сделать домашнее задание, мы понимаем, что это как бы пожелание, смысл был в том, чтобы дети были информационно, может быть, грамотны, умели пользоваться и находить информацию, но мы также должны понимать, что не у каждого ребенка есть возможность, делая обязательное домашнее задание, получить эту информацию и иметь доступ к интернету. Я уже не говорю о том, что ссылки на какие сайты, там, требования к этим сайтам и так далее. Поэтому все эти вопросы, безусловно, являются очень важными. И все эти вопросы мы обязательно предусмотрели в действующих правилах, требованиях к учебникам и так далее. По электронным учебникам тоже, я думаю, сегодня наши коллеги выскажутся о доступности электронных учебников. В целом, конечно, очень важно, чтобы учебники соответствовали возрастным особенностям детей, новым педагогическим технологиям, методикам. И все эти вопросы мы должны обязательно учитывать. Конечно, хотел бы также в двух словах сказать о том, что вот мы говорим о читающей нации, о том, что дети сейчас для того, чтобы были функционально грамотными, очень важно, чтобы они читали много художественной литературы. Да? Но при этом мы должны говорить о том, что на протяжении определенного времени по нашим школьным библиотекам закупа художественной литературы в нужном количестве не было. Мы должны полностью менять формат работы школьных библиотек. И туда должны приходить дети, читать. Должно быть удобно, должны быть созданы условия. Надо, чтобы наши школьные библиотеки заказывали в должном количестве, имели необходимую мировую литературу, то, что нужно детям. Поэтому, конечно, и по обеспечению художественной литературы в этом году мы с вами договорились, было дано поручение управлением образования и выделили деньги и сделали закуп художественной литературы, и дальше мы будем эту работу проводить, в том числе модернизацию школьных библиотек и закуп и обеспечение художественной литературы. В целом вот все это направление мы, конечно, сейчас взяли на особый контроль. Вот, даже вот речь идет много предложений по истории Казахстана. Даже вот по итогам сдачи ЕНТ мы видим, с чем сталкиваются дети. 3 учебника, 3 издательств условно, там альтернативные учебники, потому что. Но при этом бывают случаи, когда интерпретации разные, даты разные и так далее. Конечно, это недопустимо. Поэтому сейчас, я думаю, что вполне справедливо появились предложения, и эти предложения рассматриваются очень серьезно, о том, что по истории Казахстана есть необходимость введения единого базового учебника.
базовый учебник. Много вопросов поднимают по казахской литературе, учебнику и в целом по программе. Здесь мы также в настоящее время создали рабочую группу, проводится большая работа по актуализации казахской литературы. Очень важное направление работы. Поэтому в целом по всем этим моментам мы должны провести работу, должен быть научный подход. Конечно, у наших коллег издательств было очень много вопросов. Поначалу, наверное, не скрою, что был определенный градус недоверия и, может быть, даже несогласия. Но мне кажется, что во время переговоров, совместной работы, обсуждения, я надеюсь, что основные игроки на этом рынке поняли необходимость тех изменений, которые проводит Министерство образования и науки. Самое главное, все эти изменения направлены на обеспечение качественными учебниками. Это недопустимо, когда в учебниках есть ошибки. Мы сейчас сделали новую систему, но эта новая система будет работать уже по вновь издаваемым новым учебникам. Понимаете? Потому что и поэтому сейчас, когда вот новый учебный год, учебники были изданы условно в 2016-2017 году и купленные в те годы, сейчас будут выданы из школьной библиотеки, и родители вновь столкнутся с определенными вопросами, будут их задавать. Будут вопросы, а где ваша новая система подготовки учебников? Здесь необходимо также понимать, что эта новая система будет касаться новых учебников, которые заново будут издаваться и выходить, потому что мы не можем весь тот объем учебной литературы, который есть за один год, переиздать. Есть циклы переиздания, поэтому по этим учебникам, по новой системе, с обязательной апробацией, с обязательной экспертизой учебных программ, научной составляющей, все эти требования будут распространяться на вновь издаваемые учебники, но это не говорит о том, что мы не должны проводить работу над ошибками и в настоящее время. По браку мы закрепили обязанность издательств, что если обнаруживается брак и другие проблемные вопросы, то издательства должны за свой счет менять, и если надо, переиздавать эти учебники. Поэтому здесь очень важна и общественная экспертиза. Во-первых, это внутренняя экспертиза усиливается самих издательств. Во-вторых, это внешняя экспертиза, совершенно новая. В-третьих, это общественная экспертиза. В-четвертых, это апробация. То есть создается необходимая система для того, чтобы учебники готовились качественные. И в содержательном плане, и программа, и в целом само оформление учебников. Поэтому, коллеги, я прошу сейчас руководителя Центра «Учебник» Кани Бектаевича коротко нам доложить о проведенной работе, и дальше мы послушаем наших коллег. Кани Бектаева, сізге сөз. Рахмет, қайырлы күн, Асхат Қанатұлы, қайырлы күн әріптестер. Барлықтарыңызды өткен алғашқы оқу жылыменен сіздерді басталған құттықтауымға рұқсат етіңіздер. Бүгін жалпы сіздердің назарларыңызға министрдің тапсырмасы бойынша орындалып жатқан оқулықтардың сапасын арттыруға байланысты жасалып жатқан жұмыстарға кішігірім тоқталып кетсем. Осы сапаны арттыруға байланысты мәселенің алдында Асхат Қанатұлы жалпы бүгінгі күні сіздің алдыңызда баяндауға рұқсат етіңіз. Бүкіл біздің жалпы республикадағы оқушылардың 3.406.180.000 оқушының 754 мектептегі барлығы 100% оқулықтармен қамтылды. Бұл соңғы кездегі оқулық жетіспеушілік мәселесі түбегейлі шешілді деуге болады. Бұндай дүние бәрімізге белгілі. Совет кезінде де біз осы оқулықтардың тапшылығы сезілетін, бірақ бұл ең үлкен мемлекеттің қамқорлығы деп есептеу керек. Барлық оқушылардың 100% оқулықпен қамтылуы мына пандемия жағдайындағы үлкен жетістік деп қабылдайды ғой деп ойлаймын. Енді жалпы сапаға келетін болсақ, өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз,
жалпы мына оқушылардың 11 сыныпқа келіп жатқан жаңа оқулықтардың барлығыменен алдын ала тамыз айында 11 сыныптас дәріс беретін мұғалімдерменен бүкіл 117 оқулықтардың авторларыменен кездесу семинар өткізіліп, осы 11 сыныптағы бүкіл жаңалықтарменен барлық мектеп мұғалімдері 11 сыныпта дәріс беретін таныстырылды. Бұл да бірінші рет болып отырған жағдай. Жалпы бұның шеңберінде әрбір автор жеке мұғалімдерменен байланыс орнату мәселесі қолға алынып, бұдан былай егер де дәріс беру барысында мұғалімдерде оқулыққа қатысты сұрақ туындайтын болған жағдайда тікелей автордың өзіне шығу мүмкіндігі қолға алынды. Сонымен қатар осы шеңберде мына телеграм каналдар құрылып, әр пән бойынша талқылауға байланысты мәселелер қолжетімділігі қалыптастырылды. Екінші, бұрынғы жүйеге назар аудартқым келеді. Бұған дейінгі экспертиза, яғни сараптамадан өткізу мәселесі мына жүйеде болып келген, өте үлкен сараптау принциптері іске асырылған. Дей тұрғанменен бәрібір де осы экспертизаны, сараптаманы ұйымдастыру процесінде белгілі бір қателіктер кеткендіктен өзіңіздің тапсырмаңызға сай бүкіл сараптау жүйесі қайта қарастырылып, жаңа жүйе құрылды. Бұл бойынша мен кешірім өтінем, слайдтың бәрі орыс тілінде болғандықтан қазақ тілінде баяндауға рұқсат етіңіздер қалған барлық мәселені. Жалпы жаңа жүйе бойынша ең бастысы оқулықтарды қабылдау мәселесінде үлкен ыждахаттылықпенен барлық келетін оқулықтардың оның грамматикалық, техникалық, орфографиялық қателіктермен қатар оның плагиатқа сәйкестігі бар жоқтығы, онан соң мынау жалпы бағдарламаға сәйкестілігімен қатар жаңа бұл жерде тексеріс, жаңа экспертиза, жаңа сараптама бұл оқулықтардағы мәдени және психолингвистикалық сараптаманы біз қазір қосып отырмыз. Бұл неге байланысты? Көпшілік ортада жалпы оқулықтардағы кейбір мәтіндердің оқушыға түсініксіз екендігі және оны ауыр қабылданатындығы туралы, кейбір ақпараттардың жалпы біздің ділімізге, мәдениетімізге сәйкес келе бермейтін ақпараттардың оқулықтарда еніп кететіндігі туралы әңгіме қозғалғандықтан жұртшылық арасында біз осы сараптаманы да қосуды жөн санап отырмыз. Яғни осындай сараптамадан өтпеген оқулықтар кері қайтарылатын болады. Сол сараптамадан өткеннен кейін барып қана мынау сынақ мектептеріне жіберілетін болады. Сынақ мектептерінен үлкен талқылау, яғни дәл осы жерде бүкіл қоғаммен талқылау ұйымдастырып, жалпы мектептің осы жаңадан шыққан оқулықтарды қабылдау процесінің қаншалықты оқушыға жақын екендігі, оқу процесіне тиімді екендігі талқыланып, содан кейін барып соңғы сараптамаға келіп түсетін болады. Осы сараптамалардан өткеннен кейін барып, барлық талқылаулардан соңында пәндік сараптама комиссиясы осы шешімдердің негізінде бұдан былай оқулықтардың жарамды, жарамсыздығы туралы шешім шығаратын болады. Осы шешімнен кейін барып, жалпы өндіріске, яғни мектепке оқулықтардың жіберу процесі қолға алынады. Жалпы осы жаңа қағидаға байланысты біз бүкіл автордың, сарапшылардың, баспаның жауапкершіліктері жаңадан қарастырылған. Яғни автор неге жауап береді, сарапшы неге жауап береді, және оқулық орталығының жұмысы да қайта қарастырылып, жаңа жүйе құрылып отыр. Автордың ең негізгі оқулық авторларындағы жаңалықтардың бірі, бұған дейін болмаған дүние, оқулық авторларын осы оқулықты әзірлеу теориясы мен практикасы жөнінен бүкіл авторларды оқыту қолға алынды. Бүгіннің өзінде 400-ге жуық оқулық авторлары осы оқудан өтті. Екіншіден, жалпы оқулықты әзірлеуге тек қана осы сертификаттармен берілген, осы оқуды дұрыс сапалы бітірген мамандар ғана оқулық әзірлеуге жіберілетін болады. Ең үшінші, жалпы көп осы қоғамда айтылатын дүние, оқулықты жазғанда тек қана ғалымдар жазады деген сын жиі айтылады. Соған байланысты оқулықты жазуда міндетті түрде
оның қатарында ғалыммен бірге мықты ұстаздардың, методистердің болуы жіті қадағаланатын болады. Яғни бұл тепе-теңдік міндетті түрде сақталатын болады. Екінші, жалпы бұған дейін эксперттердің базасын қалыптастыру жұмысына үлкен сын көзбен қаралғандықтан, осы эксперттер базасын құру мәселесіне қайтадан жаңадан көзқарас қалыптасты. Бұдан былай осы базаға енетін эксперттерді таңдау бұл конкурстық негізде жүргізіліп жатыр, және бұл бұрынғыдай хат беріліп, хат арқылы аудандық немесе облыстық білім басқармаларынан немесе жоғарғы оқу орындарынан маманды сұрату емес, жалпы сол мамандардың өзінің біздің мынау ашық онлайн регистрациядан өтіп тіркелу арқылы жүргізілу басталды. Сонымен қатар осы сараптаманы жүргізуде де қоғамның арасында тек қана сараптаманы ғалымдар жүргізеді деген пікір қалыптасқан. Соған байланысты біз бұл сарапшылардың базасын қалыптастыруда міндетті түрде белгілі ғалымдармен бірге педагог мастерлердің және педагог зерттеушілердің, мықты методистердің де осы сарапшылардың арасында болуын жіті қадағалауды бастадық. Сонымен қатар жалпы бұған дейін болмаған дүние, жаңа бағыт, жалпы экспертизаға мүше болып енген адамдардың барлығын түгел үміткерлердің бәрін арнайы оқудан өткізу. Бұрынғы кезеңде жалпы экспертке келген адамдар, мамандар тек қана жарты күндік оқудан өтетін болса, енді толыққанды бүкіл қыр-сыры оқытылатын болады. Бұл кәдімгідей 1 апталық, 2 апталық оқулар ұйымдастырылып басталды. Жалпы болашақта осындай оқудан, іріктеуден өткен мамандар ғана экспертизаға жіберілетін болады. Сосын жалпы тағы бір жаңалығы, экспертиза жүйесі бүкіл мынау құпиялық режимінде өткізіледі. Соған байланысты эксперттерге келетін оқулықтардың авторлары және оқулықтың қай баспадан шыққандығы белгісіз болады. Бұл да жалпы эксперттердің өзінің бағасын беруде барлық жеке басқадай мәселелердің кірікпеуіне біз қатаң қадағалау жүргізуді бастадық. Сонымен қатар жалпы эксперттердің де кім болатындығы туралы бұған дейін ашық болып келген болса, енді экспертиза біткенге дейін эксперттердің, базадан алынған эксперттердің кім екендігін құпияда ұстау мәселесі қолға алынып отыр. Сонымен қатар баспаларға да жұмысында үлкен өзгерістер, жаңалықтар қосылып отыр. Бұл 91-ші бұйрыққа енгізілген кез келген полиграфиялық немесе тағы да басқа қателіктер кеткен жағдайда баспа ол оқулықтарды түгел өз есебінен қайта шығарып оқушыларды қамтамасыз етуді қолға алатындығы туралы ашық жазылып көрсетілген. Және ең бастысы ішкі баспа ішілік сынақты, баспа ішілік сараптама жүргізу мәселесі қатаң қолға алынып отыр. Бұны да қазір баспалар барлығын түгел қайта жаңғыртып өткізуді қолға алды. Және ең соңғысы, жоғарыда аталып өткендей, оқулықтағы санитарлық гигиеналық талаптардың, оның салмағына, оның жаңағы материалдың сапалығына, ондағы суреттердің сапалығына байланысты бүгін оқулықты шығарылатын баспалар өз жауапкершілігіне алып отыр. Жалпы осыған байланысты оқулық орталығы да өзінің оқулықтардың сапасын арттыруға байланысты жұмысына үлкен өзгерістер енгізуде. Соның бірі, бірінші рет оқулық орталығы жанынан ғылыми әдіснамалық кеңес құрылды. Бұған барлық елдегі белгілі ғалымдар, қоғам қайраткерлері, осы оқулық саласындағы үлкен білгір мамандар, ғалымдар жинақталып отыр. Яғни бұған дейінде біз қоғаммен ақылдасқанда оқулықтың жай ғана жазылатын құрал емес, бұны ғылыми көзқарас қажеттілігі туралы айтылған. Сондықтан бұдан былай осы оқулықтардың ғылыми бағытын анықтап, қадағалап, бағыттап отыру үшін ғылыми әдіснамалық кеңестің құрылғаны қазір үлкен өзінің көмегін көрсетіп отыр. Жуырда ғана 2 отырысы өтті, үлкен мәселелер қозғалды. Жалпы жұмыс барысы, бағыты өте үлкен салмақты дүниелер жасалып жатыр. Екіншіден, оқулық орталығы бүкіл бұған дейінгі болған талаптарды
әдістерді, критерийлерді түгел қайтадан жаңғыртып, әр пән бойынша жеке әдістемелік құралдар жазылып, қайтадан жаңадан мынау экспертиза жүргізуде ғылыми негізделген әдістемелік құралдарменен жүргізілетіндігі қолға алынды. Сонымен қатар, бұған дейін болмаған жаңалықтың бірі, енді әр пән бойынша оқулық орталығында басты жауапты эксперт тағайындалып отыр. Бұған дейін бұл болмаған дүние, бүкіл лаборатория және зертхана жауап беріп келсе, енді бұдан былай тарих пәнінің, қазақ тілі, математика, сол сияқты барлық пәннің жеке-жеке өзінің жауапты бас эксперттері тағайындалып отыр. Олардың жанында пәндік консультативтік кеңес құрылды. Яғни кез келген сұрақ туындаған жағдайда осы консультативтік кеңес арқылы бас эксперт жалпы осы сараптама жұмысына үлкен басшылық жасауға мүмкіндік алып отыр. Бұған дейін оқулық орталығы апробацияны өткізу білім академиясында болып келсе, енді бұдан былай бірізділік жүйесі сақталып, сараптама менен апробацияны өткізу оқулық орталығының еншісіне берілді. Сондықтан бүкіл апробацияны өткізу мәселесі жаңа жүйе ретінде құрылып, қазір бұрынғы 30 пилоттық мектептің орнына оның санын көбейту арқылы және жалпы осы апробацияны өткізетін мұғалімдердің жұмысын жеңілдетуге қатысты, оларды да оқыту, оларға да белгілі әдістемелік құрал дайындалып жатыр. Және де барлық қоғамға белгілі осы тарих пәні саласында көптеген даулы мәселелер жиі кездеседі. Әсіресе мынау ұлттық тест тапсырған жағдайда соған байланысты осы тарихи мынау фактілерге, осы тарихи ақпараттарға қатысты шешім шығаратын арнайы комиссия құрылып, оған бүкіл республиканың мықты тарихшы мамандары, ғалымдары тартылып, осындай комиссия құрылып отыр. Бұл да болашақта тарихи фактілердің қате кетпеуі, бірізділік болуы бағытында үлкен көмекші болатындығына сеніміміз мол. Ары қарай жалпы ең үлкен мәселе, жаңалықтың бірі, бұл оқулық орталығы жанынан арнайы бөлім құрылып отыр. Бұл жалпы оқулықтардағы психолингвистикалық, оның жас ерекшелігіне қатысты психологиялық мәселелерін арнайы қарайтын мамандар тартылып отыр, психолог мамандар тартылып отыр. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай. Оқулықтардың этно-мәдени мәселесін қарап отыратын, біздің ұлттық жаңағы менталитетімізге, ділімізге қатысты мәселелердің, артық мәселелердің кірмеуіне қатысты қадағалап отыратын осындай мамандар тартылып жатыр. Сонымен қатар оқулықтарға кіретін лингвистикалық, терминологиялық сөздіктердің мәселесін шешіп отыратын мамандарды тартылуда. Ең соңғысы жаңалықтың бірі, бұған дейін бұндай ашықтық болған жоқ. Енді жалпы қоғамдағы жалпы осы оқулыққа қатысты мамандарды қоғамды тарту үшін арнайы ашық қоғамдық эксперттік сараптамалық платформа құрылып отыр, сарапшылар платформасы. Бұл жерде кез келген еліміздегі ата-аналар болсын, жалпы ұстаздар болсын, осы оқулыққа қатысты өздерінің пікір ұсыныстарын немесе сын ескертпелерін беруде осы арнайы платформада талқылауға шақырылатын болады және осы жерде талқыланатын болады. Біз жалпы қоғамның тарапынан айтылатын сындарға, оларды талқылауға ашықтығымызды, дайын екендігімізді көрсеткіміз келеді. Енді жалпы Асхат Қанатұлы әріптестер қоғам арасында электрондық оқулық пенен электрондық оқулықтың электрондық нұсқасы тарапынан үлкен түсінбеушілік туындағанын біз байқап отырмыз. Соған байланысты осы мәселеге азырақ тоқталып түсіндіре кеткім келеді. Жалпы бүгінгі күні барлық баспаларменен келісіліп, министрліктің сайтында қағаз оқулықтың электрондық көшірмесі орналастырды. Бұл не үшін? Қазір барлық оқушылардың қолында түгел оқулық бар, бірақ егер де мектеппен арада жүрген кезде ауыртпашылық, салмаққа байланысты ауыртпашылық тудыратын немесе тағы да басқа жағдаяттарда оқушының сабақпен дайындалуына ыңғайлық тудыру үшін кез келген уақытта министрліктің сайтына кіріп, өзіне қажетті оқулықтың, қағаз нұсқа оқулықтың электрондық нұсқасын алып жұмыс істеуіне болады. Бұл EPUB форматында берілген
дәл қазір мені тыңдап отқан азаматтар сол сайтқа, министрліктің сайтына кіріп, цифровизация бөліміндегі оқулықтар деген бөлімге кіретін болса, мұны түгел осы форматта алып көруіне болады. Яғни бұл қағаз оқулық пенен электрондық жаңағы нұсқасының еш айырмасы жоқ, ол тепе-тең. Ал енді электрондық оқулық дегеніміз не? Электрондық оқулық бұл электрондық нұсқадан өзгеше үлкен дайындықты қажет ететін, үлкен бұл кәдімгідей оқушының өздігінен дайындауға үлкен көмек беретін жаңа бағыттағы оқулықтар. Бұның ішінде міндетті түрде видеоматериалдар, аудиоматериалдар, тесттік тапсырмалар және жаттығулар кіріктірілген. Яғни оқушы сол тапсырмаға, тақырыпқа байланысты мәселені видеоматериалға көре алады, оны тыңдай алады, және сол тапсырманы меңгергеннен кейін соған қатысты жаттығулар жасауға мүмкіндік берілген, және ең соңғысы өзінің алған білімін қаншалықты деңгейде меңгергені туралы тест тапсырмалар арқылы тексере алады. Яғни бұл интерактивтік, мультимедиялық деңгейде жасалған үлкен жұмыс. Бұл әрине үлкен қаржыны қажет етеді. Бүгінгі күні жалпы егер 1 менен 11 сынып арасында 643 оқулық шығарылған болса, бұл қазақ, орыс тіліндегі нұсқасы, ағылшын тіліндегі нұсқасын бәрін есептегенде, соған сай электрондық оқулықтардың саны бүгінгі күні 72. Әлі түгел электрондық оқулықтар қағаз оқулықтардың қасында оны әлі толық қамтып отырған жоқ. Бұл электрондық оқулықтарды шығару мәселесі бізде енді даму үстінде. Бұл бағытта баспалар жұмыстарын бастап кетті. Бұның алдында Алматы кітап баспасы осы электрондық оқулықтарды шығаруда қазір алғашқылардың бірі болып отыр. Өйткені 49 электрондық оқулық шығарып отыр. Оның қасында тағы да басқа баспалар осы электрондық оқулықты жазуға кірісіп отыр. Бүгінгі күні электрондық оқулықтар даярлауда 3-4 баспа осы мәселені қолға алып отыр. Жалпы Асхат Қанатұлы, оқулық төңірегіндегі әңгімеге байланысты менің хабарламам аяқталды. Рахмет. Түсінікті. Рахмет, Ғани Бектайұлы. Құрметті әріптестер, тағы да сөйлемдейтіндер бар ма? Есть желающие дополнить, выступить? Или на этом будем завершать? Асқарбек Байкенович сөйлейді. Да. Я сізге сөз. Сөйлей беріңіз. Атеке. Үлкен рахмет, Асхат Қанатұлы. Асқарбек Қабықенұлы, өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы педагогикалық ғылымдар академиясының президенті, педагогика профессор. Сізге сөз, Асқарбек Қабықенович. Рахмет, Асхат Қанатұлы. Осы мәжіліске шақырып, үлкен мәселелерді талқылауға, қатысуға бірге бол деген ұсыныстарыңызды қабыл алып, үлкен бір ниетпен қатысып отырмыз. Себебі оқулық жасау мәселесі Асхат Қанатұлы өзіңіз министрлікке келгеннен бері ғылыми негізде қойыла бастаған біз ғалымдар үлкен қуанышпен және де үлкен бір сеніммен қабылдап отырмыз. Шынында да оқулық жасау мәселесі өте үлкен ғылыми проблема. Түсінікті болса да айтайын, академик қалма құрып жақсы оқулық жасау, бұл реактивті ұшақ жасаумен бірдей деген. Сонда реактор жасау үшін қаншама мыңдаған инженер адамдар қатысатын болса, өндірістермен бір оқулық жасаудың да қиындығы сонда. Міне осыны түсінуде қазір министрлікте өздеріңізден бастап қоғамда да түсінік бола бастағанына біз әрине осы саламен шұғылданып жүрген ғалымдар оны жақсы қабылдап отырмыз. Және де бұл жұмыс міндетті түрде өзінің нәтижесін беретін болады. Енді жаңа Ғани Бектайұлының айтқан сөзін қысқаша ғана жалғастырып өтейін. Және оқулық жаңа Ғани Бектайұлы бастаған команда оқулық орталығына келгеннен бері де осы оқулық орталығында жаңа бір жұмыстар жүріп жатыр. Жаңа бағытта ғылыми методикалық кеңес құрылды. Жаңа баяндама айтылған үлкен күрделі мәселелердің барлығы сол ғылыми методикалық ортада алдын ала талқыланған. Ол ғылыми методологиялық орталыққа елімізде білім беру саласымен шұғылданатын, ол саланы терең білетін көптеген сала ғалымдары қатысып жақсы кеңес. Оның 2 отырысы болды.
міне сонда осы үлкен келелі мәселелер айтылды. Біз сол жаңа айтылды ғой, главный ответственный, әр пән бойынша главный ответственный эксперт, жауапты эксперт, оның өзінің консультативтік кеңесімен болу мәселесін, тағы да басқа көптеген мәселелерді қолдап, соған өзіміз атсалысатынымызды білдірдік. Сондықтан біз қазіргі осы оқулық орталығының жұмысын қолдап, соған шамамыз келгенше көмек жасауға ниеттеніп отырмыз. Енді тағы да сөйлейтін адамдар көп болар, сондықтан Асхатхан рұқсат етсеңіз, осы оқулықтың кететін қателер жөнінде бір-екі рет айтылды. Мен де соған байланысты бір-екі нақты ұсыныс айтқым келеді. Бірінші, менің алдымда 4-5 Атамұра, Алматы кітап, мектеп басқаларының оқулықтары тұр. Осы оқулықтардың әрқайсысын алатын болсақ, бар оқулықтардың ең соңғы бетінде онда редактор, көркемдеуші редактор, техникалық редактор және корректордың есімі жазылады. Мен естіле ме дауысым? Сөйлей беріңіз. Осында барлық оқулықтарда міндетті корректор жазылған. Мен корректор, оған ол кісінің жұмысына өз ерекше мән беріліп, әр оқулықта сол кісінің аты жөні көрсетіледі. Ал корректордың негізгі жұмысы осы оқулықтағы әріп қателеріне негізінен жауап береді. Мен баспада біраз уақыт басшы болып қызмет жасадым. Сонда корректорлар әр оқулықтағы әр сөзді жеке-жеке сызық қойып оқып отырады. Демек, корректор адам осының оқулықты қатені қараған үшін еңбекақы алады. Соған тікелей жауапты. Ол кісінің жұмысының маңыздылығы көрсетіледі. Енді мынау жаңа критерийлер жүйесін дедіңіз, Асхатхан. Осында міне дидактикалық аппараттың ғылыми педагогикалық сараптама жүргізуде, оның қабылдау аппараты. Онда оқулықтың осы қабылдау аппаратында 9 критерий бар. Ол мазмұндау тілі лексикасы деп кетеді. Қолданатын анықтамалар, тілдің грамматикалық, орфографиялық, пунктуал ережелер деп. 5-9 критерий оқулықта қате жазылған және қате басылған сөздердің кездесуі. Бұл әр критерий 4 бағаланады. 10 қатеге дейін, қате жоқ болса 3 балл қойылады. 10 қатеге дейін 2 балл, 20 қатеге дейін 1 балл, одан көп қате болса 0 балл. Міне енді осыны сол жаңағы корректорлардың жұмысын бағалауға да пайдалануға болатын сияқты. Корректорлар мен баспа директорлері келісімшарт жасайды. Ол келісімшартта негізінде корректордың жұмысына маңыз беріледі. Міне соған корректорлармен жасаған келісімшарт бір пункт қосылса, айтайық 10 қатеге дейін кетсе корректор жасаған оқулық. Онда корректорға ескерту жасалса. Ал енді 20 қатеге дейін болса, ол оқулыққа 1 деген баға қойылады. Демек, осы арада айтылса, егер де корректор адам 20 қатеге дейін жіберетін болса, оның осы оқулықта жұмыс жасаған еңбекақысының айтайық 30% азайтылады. Ал одан көп қате болса, онда 0, яғни қатемен жасалды деген оқулық. Онда айтайық 50%. Міне осындай ғана корректор мен мектеп баспа директорының арасында болған келісім шартқа бір ғана бап қосылатын болса, ол бап бойынша ректорлардың жауапкершілігі нақты көрсететін болса, және олардың алатын еңбекақысына да әсер ететін болса, осы кітапқа қатысты, онда корректорлардың өзінің жұмысына деген көзқарасы мүлде өзгерген болар. Корректорлар өте тиянақты қараған болар. Себебі тек корректор оқулыққа қойылады. Оған оқулық орталығы, министрлік емес, корректордың аты жөні кітапқа жазылғаннан кейін, ол кісі осыған тікелей жауапты. Бұл бір ұсыныс. Енді осыған байланысты екінші ұсыныс. Мысалы, міне энциклопедия менің алдымда тұр. Үлкен 10 томдық қазақ ұлттық энциклопедия шықты. Осы энциклопедияларда қате болмайды. Неге? Неге энциклопедияның мақалалары кітапқа қарағанда әлдеқайда күрделі, және де ол тіл жағынан да өте ауыр. Бірақ энциклопедияларда қате мүлде болмайды деп айтуға болады. Себебі
Себебі энциклопедияларда салалық бөлімдер бар. Гуманитарлық бөлім, жаратылыстану бөлім деген сияқты. Олардың жұмысында мынадай ерекшелік бар. Сол жаратылыстану бөлімінен шыққан мақала, оған корректор, редактор, бөлім басшысы қол қойғаннан кейінгі жерде ол энциклопедияға қабылданғанша онда бағалау бөлімі бар. Сол бағалау бөліміне келіп түседі. Ал оған бағалау бөлімінде өте мықты адамдар, ғалым, білімі терең, эксперт адамдар жұмыс жасайды. Олардың еңбекақысы да жоғары. Міне осы арада сол адамдар жаңағы энциклопедияға басуға кеткенше бөлімнен шыққан мақалаларды қарайды да сонда сараптау жұмысын жүргізеді. Енді сол бақылау бөлімі мен редакциялық бөлімдерде белгілі бір келіспеушілік болып жатса, ол энциклопедия басшыларының деңгейінде шешіледі. Оны мен айтып отырған, мен біраз уақыт осы қазақ ұлттық энциклопедия бас редакторының бірінші орынбасары болып біраз уақыт қызмет жасадым. Міне сонда мен білем ол энциклопедияға ішкі жұмыстарын, соған байланысты айтып отырмын. Егер де осындай екі ұсыныс ойластырсаңыздар, егер де ұсыныстар белгілі бір жағдайда қабылданатын болса, мен ойлаймын, онда оқулықтарымыз қателіктен арылған болар еді. Рахмет. Айта беріңіз. Енді жаңағы бірізділік жөнінде бұл өте жақсы. Міне оқулықтардың бағалаудың жаңа критерийлер жүйесі жасалды. Осы критерийлер жүйелері бойынша бұл талап оқулыққа қойылатын. Оның дидактикалық аппаратына 9 талап, оның қызметіне 10 талап қойылған. Сонда әр оқулық міне осы 19 бағытта талаппен бағаланады. Енді қазір осы авторлар жаңа айтылды, оқулық оқытып жатырмыз авторларды, эксперттер оқылып жатыр. Ендігі алдағы уақытта біз сіздердің талаптарыңызды дұрыс түсініп отырмыз. Бұл үлкен ғылым болғаннан кейінгі жерде оқулық жасау. Осы ғылымға араласатын адамдардың бәрі ортақ критерийлер тілінде сөйлеу жөнінде сіздер бізге талап қойып отырсыздар ғой жалпы. Демек, мысалы, қазір егерде оқулыққа дайындаған оқулыққа эксперттер енді баға бергенде айту керек. Мысалы, аппарат организации усвоения имеет такие-то недостатки, аппарат ориентации такие недостатки, систематизирующая функция не так выполняется, развивающая функция тоже. Яғни түсінікті. Онда эксперттер өзінің деңгейін көрсетеді. Ол авторларға да, баспа қызметкерлерге түсінікті. Сонымен оқулықтың қандай қатесі бар екенін ғылыми негізде бағаланатын болады. Әр қарай жаңағы Ғалим Бекташ айтқандай пәндік комиссиялар олар да біледі. Егер де мысалы түсініспеушілік болса, по трансформирующим функциям авторы не согласны с экспертами десе, онда жаңағы оқулықтың сараптама бөлімі ол бірден өзінің онда да дайындалған осы оқулықтан ғылым белгілі бір деңгейде меңгерген адамдар болатын болса, онда олар да жаңағы әңгімеге ғылыми негізде араласып, оған дұрыс оқу. Жалпы осы жүргізілген ғылыми негізде жүргізілетін болса, жалпы бағалау, онда оқулықтың сапасы жаңа деңгейге көтерілген болар еді. Мен ойлаймын, келесі уақытта мынау оқулықтарды тік қатарда шығару мәселеде қолға алынатын болатын шығар. Себебі ғылыми негізде әр оқулықтың өзінің автордың концепциясы болады. Сондай ол әлемдік тәжірибе. Мысалы, физика оқулығы болсын, химия оқулықтары бір авторлар тобы жұмыс жасайды. Олар жаңағы тік қатарлы оқулықтар шығарады. Міне бұл өте маңызды. Онда ол оқулық әр классқа әр автор жазса, ол балаларға тиімді, тиімсіздеу қабылдауға. Себебі әр автордың концепциясы өзіндік ерекшелігі болады. Ал бір авторлар тобы, жаңа Ғалим Бекташ айтқандай, ондай тік авторлар қатарын шығару үшін міндетті түрде оған көптеген авторлар бірігіп қатысады. Сонда оқулықтар да жаңа деңгейге көтерілетін болады. Жалпы біз ғылыми методология кеңес мүшелері ғалымдар қазіргі оқулық орталығында және өздеріңіздің басшылықтарымызбен жасалып жатқан жұмыстарды толық қолдаймыз. Ойлаймыз, осы жұмыстар әрі қарай осы бағытта, белгіленген бағытта жүретін болса, оқулық сапасы жаңа деңгейге көтерілетін болады. Рахмет. Жақсы, рахмет. Міндетті түрде жаңағы сіз айтқан барлық талаптар ғылыми негізде ғана енгізіліп отыр. Сондықтан жаңағы сіз айтқан бөлек қазіргі уақытта эксперттердің де фамилияларын
бөлек енгізіп, бұл оқулыққа экспертизаны кім жасады? Бүгін автордың ғана аты бар ғой. Сол ұсыныста бар, ол да қаралып жатыр. Сондықтан әрине де бұл да сіз айтқан мәселеде де өте маңызды. Жақсы әріптестер, мынау баспалардың басшыларынан бар ма сөйлем дейтіндер? Бар, рұқсат болса. Да, пожалуйста. Мектеп баспасы. Во-первых, Асхат Канатович, хочу поблагодарить вас за то, что дали возможность поучаствовать в этом онлайн-форуме. Он очень для нас важен. В этом году завершилась 11 классом программа выпуска, разработки и выпуска учебников обновленного содержания. Это тоже дата такая, которая этапная дата. Программа была давно разработана, и она сейчас в жизнь была претворена. Много не буду говорить о подробностях, как это все происходило, но то, что экспертиза этих учебников 11 класса прошла результативно, объективно и, на наш взгляд, справедливо, это следует отметить, я думаю, и это отмечает все издательское сообщество и авторское содружество. Во-вторых, в этом году было дано конкретное поручение главой государства о размещении доступном электронных версий учебников на сайте МОН с возможностью скачивания. Не все было со стороны, в особенности авторов, понимания этого вопроса, но благодаря вашему личному участию и действиям министерства нашего мы смогли найти консенсус и авторов наших убедить о том, что в данном этапе это необходимая мера. Сейчас успешно размещены ссылки, они работают. Мы видим обратную связь, благодарности получаем от наших, от родителей и от учеников. На данный момент двумя путями можно скачивать реально учебники, такого нет ни в одной стране. Можно через сайт МОН по ссылке и напрямую через QR-код, который расположен в каждом учебнике выпущенном. Вот это уже 3-й год идет акция. Можно скачать его с сайта учебника. Третий, я думаю, очень важный момент, который был введен, это новшество. Усиление внутренней экспертизы. Да, действительно, мы этому моменту не придавали должного значения. Сейчас показал опыт, что внутренняя экспертиза, если она проведена строго, качественно и двухэтапно, дает свои результаты. Очень много недочетов мы выявили, получили от наших внутренних экспертов рекомендации, которые поспособствовали улучшению качества наших учебников. Изменения в приказ, которые в этом году тоже были, приказы, нормативные документы, которые регламентируют всю деятельность в этой сфере, они тоже дают свои результаты. Я думаю, такая работа, они ведь не в один день. Это планомерная работа, которая требовала вдумчивого подхода и разностороннего. Она тоже дает и даст в будущем свои результаты. Это уже сегодня видно. И самое главное, что я хочу отметить, и это на практике работает, налажена двусторонняя оперативная связь по линии министерства, центр учебник, издательства. Двусторонняя связь. Если раньше наши письма доходили до адресата в течение нескольких дней, иногда на это уходила неделя, но, естественно, там он проходит канцелярию и там какие-то свои этапы. Сейчас реагирование идет, можно сказать, в считанные минуты. И онлайн это происходит в любое время дня и суток. Нужно обязательно об этом говорить. Вообще министерство и вся наша отрасль, они не обласканы похвалой со стороны средств массовой информации. Популяризация всех значимых начинаний, которые министерство проводит, я думаю, это наша общая задача.
мы считаем своим долгом принимать в ней участие в этом важном деле. Оно в будущем, этот год, он действительно исторический. В период, когда мы думали, что как это все произойдет, сможем ли мы отпечатать учебники, ведь вы знаете, я сейчас уже могу сказать, наши издательства стали очагом, где распространилась инфекция. Многие наши коллеги переболели, несколько человек в тяжелой форме. Наша отрасль потеряла очень известного полиграфиста, Исета Искаковича Кожемуратова, болезнь унесла. Для нас это невосполнимый урон. Но, тем не менее, благодаря слаженности и усилиям, которые проводились со стороны МОН в лице Центра учебника, эта задача была выполнена. Такое вот мое краткое выступление по этому поводу. Если будут вопросы, я буду рад ответить со стороны нашего издательства. Спасибо большое. Спасибо, Ерлан Абенович. Предложение принимается. Коллеги, есть еще предложения? Рахмагали Абраров. Армысыздар, құрметті әріптестер. Біріншіден, енді ғана басталып жатыр ғой. Еңбектеріңізге табыс, дендеріңізге сауық тілеймін. Негізгі менің айтайын деген көп мәселелерімді және Ғани Бектайұлы мен Ерекең айтып кетті, бірақ мен де өзімнің ұсыныс пікірімді қосқым келеді. Биылғы жыл шынында да тарихи өте күрделі, дәлірек айтқанда қиын жыл болды. Міне осы қиындықтарға қарамастан біздің баспалардың негізгі істейтін жұмысымыз бұл 1 сентябрьге қарай оқулықтармен қамтамасыз ету. Бүгінде барлық баспалар деп те айтуға болады, соның ішінде Атамұра баспа корпорациясының оқулықтары мектептерге жеткізілді, және бізде биыл нақтылы график болды. Бірінші рет осы графиктен ешкім қалған жоқ. Бұл графикті өзіңіздің нұсқағаныңыздай Ғани Бектайұлы басқарды. Оқулықтар қиын жылға қарамастан уақытында жетті, және қиын кезеңдерде бізге қол ұшын беріп министрлік, дәлірек айтқанда Шолпан Таңатқызы Алматы қаласының әкімшілігіне, тағы басқа жерлерге хат жазып, пандемия кезінде бүкіл мына баспалардың производствосына жұмыс істеуге рұқсат берді. Бұл үлкен бізге қолдау болды. Енді екінші бұрын соңды болмаған қашықтан оқыту мәселелері қазір жүріп жатыр. Осыған байланысты баспаларға тапсырма берілген. Барлық оқулықтардың электронды нұсқасы әр баспаның өзінде және монда болу керек, және ол тегін скачивать етілу керек, яғни жүктелу керек деп. Осының бәрі бүгінде атқарылды. Біздің де мысалы оқулықтарымыз EPUB-пен де, PDF-пен де өзіміздің сайттарымызда және монда тұр. Бұл да біздің өзіміздің қашықтан оқытуға қосқан үлесіміз, және ары қарай да осы деңгейде қолдауға дайындығымызды айтқымыз келеді. Тағы да бір үлкен атқарылған жұмыс, жаңа Ғани Бектайұлы айтып кетті. Біз бұрын авторларға ұсыныс пікір берген кезде олардың нақтылы бір өздерінің бағдары болған жоқ, оларды ешкім оқытқан жоқ. Ешқашанда министрлік тарапынан осы авторларды оқыту курсын өткізу бұрын соңды қойылған жоқ еді. Мінекей биылғы жылдың ерекшелігінің бірі осында болды. Жаңа Ғани Бектайұлы айтқандай 400-ден астам авторлар оқытылса, соның 150-ден астамы Атамұра баспа корпорациясының авторлары болды. Бұл авторлар негізінен министрліктің тікелей ұйымдастыруымен Абай атындағы жаңағы Казумпуда және педагогический академияның Асекең осы мекемелерінде өтіп, үлкен өздерінің жаңағы білімдерін шыңдады. Министрлікке үлкен алғыстарын білдіріп жатыр. Сондықтан биылғы баспаларға қолдау ретінде жасалған үлкен бір жұмыстардың бірі осы деп ойлаймын. Сонымен қатар енді сөз соңында айтарым, биыл енді көп тың өзгерістер болып жатыр. Білім саласын жақсартуға үлкен жаңа қолдаулар болып жатыр. Үлкен конференциялар болып жатыр. Әркім өзінің ұсыныс пікірлерін ашық айтып, соған нақтылы жауаптарын алып жатыр. Сол тұрғыдан келген кезде осындай үлкен бізге мүмкіндік беріп, білім сапасын жақсартуға жағдай жасап отырған министрлікке, оның ішінде Асхат Қанатұлы өзіңізге, Шолпан Таңатқызына және биылғы жылы өзінің үлкен жаңалығымен келген оқулықтарға үлкен атсалысып отырған Ғани Бектайұлына баспалардың атынан
алғыс айтқанымыз артық болмас деп ойлаймын. Рахмет сіздерге, менің айтайын дегенім осы. Рахмет, жақсы. Көп рахмет, әріптестер. Қалай, осымен тамамдаймыз ба? Можно буквально 2 минуты дополнить? Да, пожалуйста. Фариджана Саймасаева, президент издательства «Алматы кітап баспасы». Хотелось бы разъяснить, последние дни стало резонансным некоторые вопросы, допустим, даже сейчас, я смотря на прямой эфир, есть вопросы относительно, почему платформа ОПИК стала платным, если МОН обещала бесплатный доступ к электронным учебникам. Пользуясь случаем, хочется разъяснить вопрос актуальный. Но прежде всего расскажу, что имеется в виду под электронными учебниками. Уже Гани Бектаевич подробно сказал на казахском языке, из-за чего происходит путаница. Бесплатными для всех пользователей являются электронные версии бумажных учебников. Как сказали мои коллеги, и вы не раз отмечали, они размещены на сайте издательства наших учебников, ссылки переданы в МОН. В настоящее время их можно посмотреть, скачать и можно пользоваться. Что касается платных цифровых учебников, которые размещены на платформе OPIK.KZ, они представляют собой полноценный мультимедийный продукт. Это значит, что содержание учебника соответствует бумажному аналогу, но оно расширено за счет мультимедийного контента. Это видео, аудиоматериалов, интерактивных заданий. Это так называемые цифровые учебники. Они работают только при подключении к интернету, они в онлайне, так как школьники выполняют задания в режиме онлайн. Но кроме того, наша платформа предполагает онлайн-связь между учителем и учеником, раздачу домашних заданий, их проверку. Школьники могут выполнять интерактивные задания на самопроверку, это так называемые задания-тренажеры. Могут прослушать задания, посмотреть наглядно на видео. Понятно, что это достаточно финансово емкий ресурс. Мы, прежде чем предложить нашим ученикам, нашим педагогам, родителям этот продукт, была апробация. Она прошла в течение 3 лет совместно с Академией образования, совместно с Министерством образования. В период 4-й четверти, понимая, насколько остро стоит вопрос, когда мы все внезапно пошли в дистант, доступ был бесплатный к этим учебникам. Но учитывая, что это новый продукт, и вот говорил Гани Бектаевич, мы пионеры в разработке электронных учебников в Казахстане, учитывая, что это действительно очень емкий проект, который требует больших людских вложений, финансовых вложений, сейчас принято решение, что с 1 сентября подписка будет платная. Предварительно, начиная с мая месяца, мы направили письма акимам областей, всем акимам областей, мы направили обращение в каждый районный отдел образования, где информировали, что 1 сентября доступ будет платный. Сейчас вот проводится работа по предварительным заявкам. У нас на сайте есть функция, отдельные люди, родители тоже могут подписаться. Вот если кратко по разъяснению вот последних вот резонансного информации, которая была 3 дня. Ну и, конечно, я хочу присоединиться к своим коллегам. Инициативы, о которых говорили вы, то, что говорил Гани Бектаевич, они нужны. Уже в этом году мы приступили. Допустим, очень важно усилить внутреннюю экспертизу. Сейчас в издательстве сформирован пул внутренних экспертов, не только из педагогов, допустим, города Алматы, Астаны и даже с регионов. Уже есть хороший пул. Сейчас, сдавая учебники на экспертизу 1 класса, они прошли вот эту тщательную внутреннюю экспертизу. Очень важно нововведение относительно учебы авторов. Наше издательство тоже проходило учебу в уважаемой Казахской академии образования и в Национальном университете имени Абая. Кроме того, сейчас группа проходит обучение тех авторов, которые разрабатывают электронные учебники. Действительно, это, конечно, не волшебная палочка, раз мы привели новые правила, это дело времени. Но, в принципе, безусловно, мы поддерживаем ту политику, которая сейчас проводится Министерством образования и Республиканским центром учебы. Спасибо за внимание.
Спасибо. Нет желающих больше? Ага. Коллеги, ну, во-первых, необходимо сказать, что немало копий было сломано по вопросу бесплатных версий, электронных версий учебников. Версии. Да, это было очень много вопросов, с издательствами было очень долгая, но, к счастью, продуктивная дискуссия. В итоге, я думаю, что и авторы, и издательства, я хочу поблагодарить, они согласились с предложениями Министерства образования и науки, и эта норма закреплена сейчас, зарегистрирована. Мы вообще должны дифференцировать. Если говорить о таких привычных, то, что обычно мы принимаем электронные учебники, это фактически, ну, в данном случае мы сказали, что формат, условно, EPUB, это текстовые, это абсолютно такая же копия бумажного учебника, но в электронном варианте. Вот эти учебники на сегодняшний день доступны, издательства подписали свое согласие, и в настоящее время их можно скачать. Теперь то, что новые, вот в данном случае одно из издательств они сделали, это платформа, фактически это не привычные нам электронные учебники, это больше как онлайн-платформа для обучения, потому что там можно давать и домашние задания, можно и оценки выставлять, там много роликов и аудиофайлов, видеофайлов, мультимедиа и так далее. Вот если говорить именно о таком формате цифровых ресурсов, фактически это цифровые образовательные ресурсы, то эти ресурсы, да, на самом деле в настоящее время у данного издательства они доступны по подписке. Но те учебники, к которым мы привыкли, обычно мы скачиваем, да, покупаем электронные версии учебников или книг и читаем их, они в настоящее время бесплатно доступны, и издательства согласились с нашей позицией, объяснили своим авторам. За это я хотел бы их поблагодарить за понимание. В целом, будущее, конечно, за электронными учебниками, за цифровизацией, и эта сфера также уже буквально в ближайшее время будет затронута, наверное, более глубже вопросами цифровизации. Мы обучали авторов, обучали экспертов. В настоящее время у нас и в магистратуре по учебниковедению работа пошла. Это и работа с педагогами. В этом году, например, достаточно большую работу провели, объясняя педагогам, которые преподают в 11 классе, которые впервые, скажем так, встречаются и работают по новым учебникам, которые к этому не привыкли, объясняли и знакомили их с новыми учебниками, как с ними работать, какая закономерность, почему те или иные темы и так далее. Вот эта работа, конечно, должна проводиться на системной основе, должны быть у нас научные исследования. В целом, вся работа должна основываться на научном анализе, на научном подходе, безусловно. Поэтому, уважаемые коллеги, очень серьезные изменения концептуальные, поэтому в рамках новых правил, нового порядка уже мы начинаем работу. Поэтому все авторы будут проходить обучение, эксперты проходят и также будут проходить обучение, внутренняя экспертиза вводится, внешняя экспертиза, общественная экспертиза, апробация, экспертиза учебных программ. То есть, как вы сами видите, достаточно большие изменения, поэтому в рамках этих изменений самая главная задача – обеспечить качество учебников, обеспечить качество учебных программ. Главное, что в этом деле будут задействованы сами педагоги и сами эксперты. Вот это самое главное, поэтому, уважаемые коллеги, всех благодарю за участие. Работа дальше будет продолжена. На самом деле нет волшебной палочки, чтобы одним взмахом волшебной палочки все изменить. Это где-то такая большая объемная работа, и в настоящее время большая часть выполнена. Теперь уже в новых условиях будем готовить учебники. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болмаса, онда осымен аяқтайық. Енді осы жүйеде жұмысты әрі қарай жалғастыратын боламыз. Рахмет, сау болыңыздар.